Сапалы білім мен саналы тәрбие беру бүгінгі әлеуметтік саланың ең маңызды бағыттарының бірі. Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған жайлы мектеп жобасы Ақмола облысындағы білім берудің өзекті мәселелерін шешуде маңызды рөл атқарып отыр. Биыл өңір жоба аясында жоспарланған мектептердің құрылысын ойдағыдай аяқтады. Бүгінде бұл білім ордалары 12 мыңнан астам оқушыға есігін айқара ашты. Олардың ішінде ең зәулім әрі ең сәулетті мектеп облыстың ірі елді мекені саналатын Қоянды ауылында бой көтерді. Мектепте арнайы кабинеттермен жабдықталған STEM, лаборатория, химия, биология, робототехника кабинет, бір асхана, акт залы, 4 спорт залымен жабдықталған, оқушыларға қолайлы жағдай жасалған. Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов жаңа мектепке барып, ондағы білім беру барысымен танысты. Бұла мектеп ұнайды ма? Иә. Осындай президенттің үлкен бағдарламасының арқасында мынандай жайлы мектепке ие болып отырсыңдар. Сондықтан еліміздің керемет азаматшылықтары болып өсесіңдер деп мен сенемін сендерге. Сәттілік тілеймін. Жақсы оқыңыздар. Осы тұста мен ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевқа үлкен алғысымды білдіре отырып, алдағы уақытта осы білім ордамызда алдыға қойған барша арман мақсаттарымызды жүзеге асырып, болашаққа нық қадам басамыз деген сенімдемін. Осы жоба бойынша бізде 208 мектеп қарастырылған. Ақмола облысында 9 мектеп қарастырылған. Сол 9 мектептің барлығы ең бірінші толығымен осы пилоттық ұлттық жобаны аяқталған. Бұған дейін бүлдіршіндердің елорда мектептеріне қатынап оқытқан ата-аналарда дән риза. Ауылды жерде қалаға бергісіз мектептің бой көтергені оқушы орындарының тапшылығын жойып, қояндылықтардың көңіліне қуаныш сыйлады. Бұған дейін қалада оқып жүрген балам. Президентімізге алғыс айтамыз. Осындай болашақты ойлап, осындай күшті мектеп ашып жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Осындай мектептер еліміздің бүкіл түкпір-түкпірінде салынып бастап жатқан бастамалары ұзағынан болып, еліміз өсіп өркендей берсін.